Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі тақырып өсімдіктер мен жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлерін қорғау. Табиғи кешендердің өсімдіктер мен жануардың қайта қалпына келмейтін түрлерінің өсуі олардың жойылуына алып келеді. Қазіргі кезде ғылымға өсімдіктердің 600 мыңнан астам түрі және жануардың 2 миллион түрі белгілі. Ғылымға белгісіз күйінде қалған өсімдік және жануар түрлері де өте көп. Сондықтан оларды жойылып кетуден сақтау керек. Өсімдіктер мен жануарларды жойылып кетуден сақтау барысында қорықтар мен қорықшалардың маңызы зор. Қорық дегеніміз аумағында жартылай немесе толықтай шаруашылық жүргізуге тыйым салынатын аймақ болса, қорықшалар дегеніміз шаруашылыққа шектеулі түрде пайдаланатын аумақтар болып саналады. Жердегі тіршіліктің түрлік алуан түрліктің азаюына қарсы күресте қолданылатын соңғы қорғаныс желісі генетикалық криобанктер. 20 ғасырдың басында техникада қайнау температурасы өте төмен сұйылтылған газдарды алуды үйренгеннен кейін көп ұзамай құрғатуға бейімделген өсімдіктердің тұқымы сұйық азотта 196 Цельсий градус температурада қатырғанда тіршілік қабілетін жоғалтпайтыны анықталды. Осыған байланысты биологияның жаңа саласы тірі жасушаларға, ұлпаларға және организмдерге төмен және өте төмен температуралардың әсерін зерттейтін криобиология пайда болды. 1949 жылдан бастап криоконсервацияны тәжірибеде сиырларды жасанды ұрықтандыру әдісін кеңінен қолдану үшін пайдалана бастады. 1890 жылдан бастап сирек және жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктердің генетикалық материалдарын сақтау үшін криоконсервация әдісін қолдану бойынша жұмыстар басталды. Криобанктердің артықшылықтары: сұйық азот температурасында ДНК молекулаларында жылу шығуының әсерінен мутация болмайды. Сондықтан генетикалық материалдар ондаған және жүздеген жылдар бойы бұзылмайды. Түрлерді қайта қалпына келтіру жұмыстарын саналы ұйымдастыру үшін биоалуантүрліліктің маңызын ғана емес, сонымен қатар биологиялық мәнін де анық түсінген маңызды. Биоалуантүрліліктің таксономиялық, экологиялық, генетикалық түрлері ажыратылады. Елімізде сирек кездесетін өсімдіктердің қатарына жіңішке көкнәр, көп жылдық арша, бебештен жауқазына, грейк қызғалдағы, кәдімгі еменді жатқызамыз. Қазақстанда сирек кездесетін жануарларға сілеусін, қызыл қасқыр, сабаншы, гепардты жатқызсақ болады. Бұл сирек кездесетін жануарларды қорғау барысында 1997 жылы қоршаған ортаны қорғау туралы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар туралы, экологиялық сараптама туралы, ал 1998 жылы радиациялық қауіпсіздік туралы заңдар, 2002 жылы атмосфералық ауаны қорғау туралы заңдар қабылданды. Сіздермен болған 99 каналы. Егер видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы!